Македония шаһарында Филипп патшасы өмір сүріпті. Уақыты жетіп өмірден өткен соң таққа баласы Ескендір отырады. Ескендір отырысымен-ақ мұздай қаруланып, жан-жағындағы көршілес мемлекеттерді бағындыруды көздейді. Әр жасаған шабуылы сәтті шыққан сайын, араны барған сайын ашылып, дүние жүзіне әмірімді жүргізсем деген сұрқиялыққа басады. Сөйтіп атағы талай жерге жетіп, біршама белестерді бағындырып үлгереді. Күндердің бір күні Ескендір жасағымен бірге елсіз шөл далаға тап болады. Бір жұтым суға зар болып қалады. Шыдамсыздықпен жанындағы қызметкерлерді өлтіруге бел байлап тұрған сәтінде бір сәулені көзі шалып жанына жетіп барады. Тұп-тұнық мөлдір бұлақты көргенде өз көзіне өзі сенбей, бірден жасағын ертіп, шөлдерін қандыруға шақырады. Ескендір бойына жан шақырып алған соң, оғажап, мына жердің суында ерекше тәтті дәм бар екен. Демек, бұл жердің өзі де қасиетті болмақ. Қайтсем де мына байтақ даланы уысыма түсіремін, деп алты қарыс азуын қайрай бастайды. Алған беттерімен өрге қарай ілгерілей береді. Кенет алдыларынан алып қақпаны кездестіреді. Бар күштерін жұмылдырып қанша ашуға тырысқанмен дәрмендері жетпейді. Ескендір «Қақпаны ашыңдар» деп айбатымен айғайға басты. Сонда қақпа ішінен «Қақпаны саған ашуға рұқсат жоқ. Мықтымын деп мақтанбай қой. Мықты болсаң, өзіңнің нәпсіңді жең» деп біреу жауап қайтарады. «Солай ма? Дегенің болсын ендеше. Ел-жұртыма айтып барайын қонақ жайлығыңда. Алыстан келген қонаққа сый-құрметің бар болар». Ескендір айтып аузын жиғанша қақпа сыртынан орамалға оралған зат лақтырылады. Дән риза болып орамалдың ішін ашып қараса, кеуірсіп қалған қу сүйекті көзі шалып, бұл тағы қай мазағы деп ашуға булығып, қу сүйекті лақтырып жібереді. Осы сәтте жолдасы Аристотель жердегі сүйекті алып таразының бір жақ басына қояды. Екінші жақ басына алтын мен күмісті қойғанда сүйектің салмағы басым болып тұрады. Бұған назар ауған Ескендір алтын күміске өзінің қару-жарағын қоса қояды. Алайда ештеңе өзгермейді. Сонда Аристотель бір уыс топырақты сүйек үстіне шашып қалғанда сүйек қисайып барып жеңіл тартып қалады. Істің байыбына бара алмай тұрған Ескендірге Аристотель былай деп түсіндіреді. Бұл адамның көз сүйегі. Адам баласының бұл жалғанда ештеңеге көзі тоймасы анық. Тек қара жер қойнауына кіріп, топырақ жамылғанда ғана аш көздігі толастап сабасына түсетін хақ. Осылайша Аристотель Ескендірге ой салған деседі.